I'm on the Airbus since 2009, and I have since this more than 200 flights on the Airbus, and that's approximately more than 11,500 hours in the air. So more and more common is that even female pilots fly the aircraft. They're doing all work in different levels, and even if flying to the space, that's fine. And yeah, more and more females coming to the cockpit. На Земле нас могут относить к слабому полу, но на борту самолета все предрассудки исчезают. За нашими спинами сидят пассажиры, которые спешат в отпуск, в командировку или домой к своим родным и близким. И мы несем ответственность за их жизнь вне зависимости от того, какого они пола, национальности или возраста. Ханымдар мен мырзалар, ұшақ бортына қош келдіңіздер. Менің атым Әсел, бұл сапардың аға борт серігімін. Мен 12 жылдан астам Air Astana компаниясында борт серік ретінде жұмыс істеймін. Бүгін біздің сапарымыз ерекше, себебі тек әйелдерден құралған экипажбен бірге ұшамыз. Бұл менің жұмысымда алғаш рет болып тұр. Мен осы экипаждың бір бөлігі болуға өте қуаныштымын. Әсіресе 8 наурыз халықаралық әйелдер күні қарсаңында бұл өте ерекше болып көрінеді.